Баршаларыңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Жібек. Бүгін мен сіздерге дәл осындай клюквадан дайындалатын вареньяның рецептін ұсынатын боламын. Ол үшін бізге ең алдымен дәл осындай клюквалар қажет болады, яғни физалис деп атайды. Осыны алып, сыртындағы қабығынан барлығын ашып шығамыз. Яғни бізде бұл физалистен сыртқы жақ қабығы болады. Осы қабығын бөлек пакетке ашып, дәл осындай оның арасында осындай дана-дана бүтіндерін шығарып аламыз. Енді дәл осы физалисті сыртқы жағын қабығын дәл осылай барлығын ашып шығамыз. Қабығын ашып болған соң дәл осы физалистерді тағы да бір суға жуып аламыз. Одан кейін банкілердің барлығын жақсылап жылы суға жуып аламыз. Одан кейін стерилизовать етеміз банкілерді. Физалисқа қажетті. Енді дәл осы физалистерді алып, біздің ет тартқышымыздан өткіземіз. Немесе блендерден де өткізсеңіздер болады. Дәл осы физалистердің барлығын ет тартқышқа қарай салып, дәл осылай өткізіп шығамыз. Оны өткізген кезде бізде дәл осындай қою масса дайын болып шығады. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді дәл осы бізде дайын болған, біздің осы қою массамызға физалистен дайын болған, оған біз келесі кезекте шекер қосамыз, яғни қант қосамыз. Менде бұл кезде 3 килограмм физалис, яғни клюква, одан кейін 2 килограмм қант қосылды, 2-2,5 килограмм. Енді 2 килограммдай қант қосылды. Енді соның барлығын бір келке етіп, қасықпен араластырып шығамыз. Шамамен 30 минуттай уақыт ұстаймыз. 30 минуттың ішінде қанты еруі қажет. 30 минуттан кейін оның қанты толығымен ерейді, араластырып тұрамыз. Енді қазанымыздың астына от салып, біздің дайын болған бағанағы вареньямызды қазанымыздың ішіне қарай құямыз. Барлығын қазанымызға қарай құямыз. Толығымен салып, сонымен біздің қантымыз еріген соң, оны шамамен бір 20-25 минуттай уақыт дәл осындай болып қайнап тұрғанға дейін қайнатамыз. 20-25 минут ол толығымен жақсылап қайнауы қажет. Қайнап тұрғаннан біз оны залалсыздандырған банкаларымызға ыстықтай қайнап тұрған мезетте дәл осылай алып құйып шығамыз. Сонымен біздің дайындаған тосабымыз дайын, дәмі өте керемет болып шығады. Кәдімгідей малинадан жасалынатын вареньяға өте қатты ұқсайды, түрі де, дәмі де ұқсайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жібек. Келесі кездескенше.